Бірінші бөлімнің жалғасы. Биік двормен қоршалған, сыртқы жағында қоңырауы бар, бір түрік сериалдары сияқты дейсіз. Ештеңе түсінбей келемін. Байлар келетін спа-салон болды ғой деп ойлап қоямын. Біз пилинг жасап, массаж жасайтын болармыз. Кірген бойда бізді ұлты орыс келіншек күтіп алды. Қолдағы диванға жайғасып, қазақша сөйлеп, ал өзім туралы толық айт деді. Мен диплом барын, іс қағаздарын жүргізе алатынымды, тәжірибем барын айтып жатқанда, ясна деп әңгімемді үзді. Жігітің, күйеуің, балың бар ма деп тағы сұрақ қойды. Жоқ дедім. Түсінікті, мына қызды кешке бірге алып шық деді Аидаға. Қуанып кеттім. Документтерімді сұрады. Массаж үйренесің. Стажировка төленеді. Әр выручканың 50%-ын ұстап отырамыз. Қалғаны 40%-ы біздің еңбегіміз. Аренда, реклама, клиент деді. Кез келген уақытта жұмыстан шығамын десең, как расчетный болып өзіңе қайтарылады. Келісіп қол қойдым. Содан кешкі сағат 11 болды. Барлық қыздар бояна бастады. Шамамен 9-10 қыз жүрді сол жерде. Ешкімнің бір-біріне шаруасы жоқ. Жаңадан келген мені ешкім елей қойған жоқ. Таң қалдым, неге менімен ешкім таныспады деп. Жаныма келген Аида, так, сені қалай атаймыз? Диана боласың ба? Или Арайка? Бұл жерде өз есімімізді атамаймыз. Өзге қысқа оңай есімдер таңдаймыз деді. Сол кезден бастап күдік ұялай бастады. Неге мен есімімді өзгертуім керек? Сосын Аиданы жеке шығарып алып тіке сұрадым. Не жұмыс бұл? Неге массаж туралы әлі бір ауыз сөз естімедім? Мені үйрететіндері қайда? Түнде қайдағы массаж? Әлде курс тек түнде жүре ма? Мен жай ол салада жасамаған соң білмейтін едім. Қалай массаж жасайтындарын қолдарында ұзын тырнақ екен. Мені түсін, просто уайымдап тұрмын, дедім. Ол күліп, еш қорықпа, я массаж жасаймыз, тек ер адамдарға ғана. Төсек қатынасы деген болмайды. Интим болмау керек, бастық білсе жұмыстан кетесің деді. Сосын Аида барлығын түсіндіріп болып, менің ұнатпағанымды көріп киіне бастады. Клиент ретінде жатқан қызды бөлмеден шығарып, менен не болғанын сұрады. Мен бұндай жұмыс жасай алмайтынымды айттым. Ол өзінің ауылда анасының қолында кішкентай қызы бар екенін, олардың барлық жағдайын жасап отырғанын, кредиттерден құтылып, қазір анасына квартира әпергенін айтты. Сара, тыңдашы, бұл жерде өзіңе байланысты. Егер ешкіммен жақын болмай, тек жұмысыңды жасасаң, қалған нәрсеңе тез арада қол жеткізесің. Сені кім таниды? Бұл үлкен қалада. Жүресің бе сол? Біреудің 30.000 тиыны үшін жұмыс жасап, басы жасайтын қыздар бір байдың любовницасы немесе элитный қыздар болып өзіп шығады. Ал бізде еш қайға бармайсың. Бәрі бақылауда. Төсек қатынасына жол жоқ. Компаниямен заңды договор жасайсың. Мен саған жалынбаймын. Ол жерге кім көрінгенді жұмысқа ала бермейді. Көріп отырсың ғой, тек әдемі қыздарды алады. Сенің келбетің осы жұмысқа сай. Фигураңда әдемі. Күніне 40-50 мың табасың. Егер жасамаймын десең, мен саған дальше көмектесе алмаймын деді. Бір күнде 50 мың деген сөзіне қызыққанмен, күніне осынша ақша тауып 2 айға ғана жасасам бола ма дедім. Әрине, қалаған кезінде кетесің деді. Ішімнен ойладым. Мені енді кім тұрмысқа алар десің? Балалық шағымның түрі анау. Тұрмысқа шығып, қарық қылғаным шамалы. Босқа сенделмей, хотя бы жағдайымды жасап, кредит төлеп алайын дедім. Ең бірінші түн мені клиент таңдамады. Киімдерім жабық, әрі қысылып, ұялып, шет жақта бар жоғын білінбеді. Басқа қыздар болса, клиентке жақсы көріну үшін барын салып жатты. Таңертең әр қыз сытырлатып кассадан өз үлестерін санап алды. Аидадан маған жан-жақты үйретуін сұрадым. Ол мені салонға апарып, шашымды қидыртып боятты. Одан кейін тырнақ, кірпік жалғаттық. Осы өмірім ұнағандай болды. Өзімді байдың қызы секілді сезініп, бойымды тіктей бастадым.
аяғыма өкшелі туфли, үстіме қысқа әдемі қара көйлек алдық. Осылайша кеште жарқырап қыздардың қатарында тұрдым. Қыздардың бірең сараңы мені ұнатпаға көрініп тұр. Сол түні мені 6 клиент таңдады. Таңғы сағат 8-ге дейін жұмыс жасадым. Ақша үшін барымды салып, ұнатпасам да ұнатқан түр жасап, яғни бұл жұмыс боди массаж деп аталады. Әр клиенттің үстінде отырып, Расулдың менен көңілі қалған, маған жиіркенішті қараған көз алдыма келе берді. Таңертең өзімді лас, ең соңғы адам сияқты сезінетінмін. Алған ақша маған еш қуаныш, бақыт әкелмеді. Аида өздері отыратын кафеге алып келді. Мен Аидаға 2 ай емес, одан да ертерек келетінімді айттым. Ол жұбатып, бірінші алғашында сондай болатын, кейін үйреніп кететінімді айтты. Солай кешкісін тағы жалғаса берді. Үлкен ағайлардың денемді ұстап сипалағаны сондай жиіркенішті еді. Иістері жер жаратын еркектерге жетерлік. Жиіркеніп, боқсып әрең-сімен аяқтайтынмын. Шарт бойынша жасадым. Ешқандай жынысты қатынасқа жол бермедім. Солай 4-5 күн сменнен кейін етеккірім келді. Етеккір келген кезде сменге шықпауға болатынын қатты қуантты. Бірақ қаласаң, жолдары бар, шыға берсең де болады. Саған клиенттер бар, мүмкін шығарсың деп администратор қоңырау шалды. Мен етеккірім келгенде қатты ауыратынымды айтып, бір апта шықпай қойдым. Үйде бос жатқанымда ВК арқылы Расулдың түрмеден шыққанын білдім. Сөйлескім келді. Хабарлассам ба екен деп сар уайымға салындым. Бір күні ВК кірсем, ол онлайн отыр екен. Мен басқа аккаунт ашқан болатынмын. Басқа есіммен. Сол аккаунттан сәлем, қалайсың деп жаздым. Ол оқыды, бірақ жауап бермеді. Мен екенімді білген шығар, мені жек көретін шығар. Әрине, қай еркек кешірсін ойнас жасаған әйелді. Екеуміздің бақытты кездерімізді есіме алып, жастығымды құшақтап, жылаумен бір апта өте шықты. Кейін ВК-ға кірсем, Расул кімсің деп сұрақ қойыпты. Не дерімді білмедім. Біліп отырсың ғой, өзің деп жаза салдым. Нөміріңді берші деді. Қуанып кетіп, бұрынғы нөмірімді қосып, соған хабарласуын сұрадым. 2 минут өтпей, ол тез хабарласты. Қолым дірілдеп, тілім күрмеліп, әрең дегенде жауап бердім. Қайдасың, кездесуіміз керек деген Расулдың ашулы даусы мені қорқытты. Расулға басқа қалаға кеткенімді айтып, одан жаңа өмір бастауын, мені кешіруін сұрадым. Онда іші ашу ызаға кектен толып қалғандай. Сені өлтіремін, тек алдымнан кездерші, өлтіріп тастаймын деп телефонын қоя салды. Осыдан кейін бізде бәрі біткенін миым енді қабылдады. Оның суреттерін, жазған соңғы хаттарын мусорға салдым. Бітті, бәрі бітті. Енді жыламаймын дедім. Үзілістен соң жұмысқа шығып, сол түні администратор бәрімізді жинап алды. Қазір гостиницаға барамыз. Ол жерде 4 адам болады. Қалаған қыздарын таңдап алады. 2 сағатқа олардың көңілін көтересіңдер. Олар 2 есе төлейді. Беделді адамдар. Ақмақтық жасап жүрмеңдер деп ескертті. Бәріміз сол жерге бардық. Гостиницаға бірінші рет кіруім. Ресепшндегі өзіміз сияқты қыздар бізді жақтырмай қарайды. Өзім үшін қатты ұялдым. Сөйтіп бізді спа бассейн жаққа ертіп апарып, 3 еркек және 1 сары жігіт, бойы ұзын, жасы шамамен 34 ер адам болды. Солай ішіндегі ең ірі, үлкендеу келген ер адам 5 қызды таңдап алды. Ішінде мен де бар едім. Солай столға отырдық. Олар ішімдік ішіп, шылынбай, шөппе бірдеңе шегіп отырды. Тек жаңағы сарылау келген ер адам телефон қолынан түспеді. Олардың берген бұйрықтарын орындап шауып жүрді. Солай бәрі бір-бір қыздан алып бөлмеге кетті. Мен ішімнен мені жаңағы жастауы таңдаса екен деп тілеп отырдым. Тілегенімдей үлкендері қайсысын аласың деді. Маған қарап жүріңіз деді. Бөлмесіне бардық. Ол массаж ештеңе сұрамады.
Диванға жайғасып бір құжаттарды қарай бастады. Мен төсекте отырып жан-жағыма қарап оның сөзін күтіп, есімің кім деп орысша сұрады. Неге екенін білмеймін, Диана деп сенімсіз жауап бердім. Кідіріп, ол күліп, шын есіміңді айтшы. Сара, қай жақтансың? Жауап бермедім. Ол маған қарап, так былай. Маған массаж керек емес. Мен саған осы түніңе 3 есе төлеймін. Менімен бір түн деді. Бізге олай болмайтын айтып бастағанымда, Светамен өзім сөйлесем деді. Света деген админ. Солай Света маған таңға дейін қалуыма рұқсат берді. Бірақ түнде мені не күтіп тұр деп қатты қорықтым. Қыздардың бәрі 2 сағаттан кейін жұмыстарын бітіріп кетіп қалған. Кенеттен Сәкен, жүр душқа, түсейік, еле қаласың спаға барайық деді. Мен душқа түсетінімді айттым. Бірге душқа түстік. Мен ойладым, менен жиіркеніп, тек қажетін алама деп. Жоқ, ол мені жуындырып, шашымды сүртіп, мені көтеріп душтан шығарды. Сосын төсекке әкеліп, жатқызып аймалай бастады. Денесі әдемі, келбетті еді. Ішімнен енді бәрі бітіп, клиентке ғашық болып қалмайын, бұл тек бір түн деумен болдым. Солай түнді бірге өткіздік. Ақшасын сразу беріп қойды. Басында келіскен сумадан көп берді. Солай таң атып бірге тамақ іштік. Алматыға іс-сапармен келгенін айтып, бүгін бірге қыдырайық деп ұсынды. Мен Света дей бергенімде, мен онымен таныспын. Бастықтарға үнемі қыз алдыртамын, сұрап аламын. Егер сен қаласаң деді. Әрине қуанып кеттім. Маған жұмысқа бармауға сылтау табыла кетті. Солай ол мені қыдыртты. Кешкісін тағы бірге болдық. Ертесінде оның Алматыда жұмыстары бітіп кететінін айтты. Кетерінде жеке телефон нөмірімді алып, жақында кері келетінін айтып, өзі хабарласатынын айтты. Мені таксиге отырғызып, өзі аэропортқа тартты. Тағы да сол салон клиенттер. Үйрене алмай-ақ қойдым. Бірде ауырдым, бірде көңіл күйім жоқ деп сылтауратып жұмысқа шықпауды әдетке айналдыра бастадым. Ол әрине Светаға ұнамады. Штраф деп шыққан күндерімнен ақша ұстай бастады. Екеуміздің арамызда келіспеушіліктер басталды. 10 күннен кейін Сәкен хабарласып ертең болатынын айтты. Светаға ештеңе айтпауын өтініп, оған айтпай өзіміз кездесейік деп айтты. Ертесі күні хабарласып мені парктен алып кетті. Бірге гостиницаға барып тамақтанып, орналасып қалаға жұмыстармен шықты. Мен бірге жанында жүрдім. Маған машинадан түсіп, оралған сайын бірде кофе, круассан алып, маған көңілін бөлуді ұмытпады. Кеште барға барып, кішкене билеп нөмірге оралдық. Светаның қоңырауына жауап бермедім. Айтатын сылтауым біткен. Не айтарымды білмедім. Дұрысы жауап бермеу, қалған ертең көреміз деп телефон өшіре салдым. Түнде екеуміз сөйлесіп отырып, менің жұмыс жасағым келмейтінін айтып едім. Сол сөзімді күткендей, менімен жүрші. Маған ұнап қалдың, бірақ ашығын айтамын. Менің отбасым бар. Ажырасу ойымда да жоқ. Менен ештеңе талап етпейсің. Балаларымды әкесіз қалдырмаймын. Әйелімді де жақсы көремін. Екеуміз бірге көтерілдік. Менің түгім жоқ кезде мені қолдаған сол әйелім. Сондықтан, егер қаласаң жүр, жағдайыңды жасаймын. Жанымнан жұмыс қарастырамын. Сені бұл жұмысқа қимаймын деді. Отбасы бар еркектің любовницасы болғым келмеді әрине. Бірақ мұнда қалуға да ынтам болмады. Солай мен Сәкенмен кетемін деп шештім. Ол маған билет алып, Светаға звондады. Света мені бермейтінін айтып, алдымен қарыздарын өтесін. Шықпаған күндер үшін жұмысқа 50 мыңнан 400 мың теңге төлесін деді. Еш ойланбай, Сәкен барып қолына ақшаны ұстатып, мені алып кетті. Басқа қалаға келіп, мені гостиницаға орналастырып, мен жоқ кезде жүріп тұруыңа деп 150 мың қалдырып, қалада 10 күндей болмайтынын айтты. Гостиницаға ақшасын төлеп, менімен қоштасып кете барды. Бөтен қала, ешкімді танымаймын. Не істеп жүрмін мен, кино сияқты өмірім не болып кетті.
неге өзім шешім шығара алмаймын? Осылай әрбір адамның дегенмен жүре беремін бе деп ойлана келе, Сәкен келген соң рахметімді айтып кететінімді айтамын деп шештім. 10 күн емес, 5-6 күннен соң жұмыстары ерте бітіп, Сәкен оралды. Маған қымбат телефоны бар, қолында гүлі бар. Маған келді. Солай мені ресторанға суши жеуге апарды. Ондай жерлерге барып көрмеген мен Сәкеннің жанында қысылмай, ойымда ашық айтып, әр нәрсеге таң қалып, тамсанып, Сәкен күлетін. Кішкентай бала секілдісің, осындай жасандылық жоқ мінезің ұнады. Күннен күнге саған ғашық бола бара жатқандаймын. Менің тоқалым боласың ба? Маған өзің сияқты сүйкімді қыз туып берші, бар жағдайыңды жасаймын, менің қызым жоқ деді. Сәкеннің бұл сөзіне бұртиып қалдым. Жұмыс жасап, аяққа тұрғым келетінін айтып, бала тууға дайын емес екенімді айттым. Мені түсінген болу керек, егер біреуді ұнатып, менен кеткің келсе, айтарсың, мен сенің бақытыңды байламаймын деді. Бірақ оның осындай маған деген отношениесін көріп кетемін деп, тағы да ештеңе дей алмадым. Күндерім өте берді. Өзінің офисінің жанынан басқа компаниядан жұмыс тауып берді. Маған сыйлаған сыйлықтары азаймады. Бірде алтын, бірде шопинг, ноутбук алып берді. Бірақ мен бақытты емес едім. Менің сол жасаған күнәм үшін шығар, Алла менің санамнан Расулды шығармады. Тек соны ойлап, интернет желісінен соны бақылаумен болдым. Оның достарына бір қыз тіркелсе, соны зерттеп, оның қызы емес пе екен деп, біреуі бар ма, сол адаммен бақытты ма екен деп, Расулды бақылау күннен күнге күшейе түсті. Расулда менің бақылайтынымды сезгендей, күліп ойнап жүрген, қызбен түскен суреттерін салатын. Бірде Сәкен жаңа жылда отбасымен шетелде қарсы алатынын хабарлап, шетелге ұшып кетті. Жаңа жыл, сыртта қаптаған адамдар, бәрі бақытты. Салют атылып, ерекше сезім сыйлайтындай. Ал мен жалғызбын, бір өзім, бақытсызбын. Сол күні мен өзгеруге, жаңа өмір бастауға бел будым. Өз кінәларымды жуып шаю үшін, өмірімді түзу жолға салу үшін Сәкеннен кетемін деп шештім. Шетелден оралған Сәкен келген бойда маған тұрмысқа шықшы деп ұсыныс тастады аяқ астынан. Демалыста әйелі екеуі екі жаққа кететін болып шешіпті. Бірақ ажырасқанша кішкене күтесің деген сөзіне аса мән бермедім. Мен оған барлығы үшін рахмет айтып, менің кететінім дұрыс деп нақты шешімді жеткіздім. Ол әрине шешімімді ұнатпады. Бірақ көп ұзамай ұстамаймын деп уәде бердім. Бақытты бол деді. Солай соңғы рет қоштасып, мені Астанаға шығарып салды. Астана, я, бас қалаға жаңа өмір бастауға келдім. Жұмыс таппай біраз теңселдім. Жатақханада тұрып, экспо кезінде жолым болып жақсы жерге жұмысқа орналастым. Ақшамды жинап, отпуск алып, ата-анамның алдынан өтіп кешірім сұрадым. Көп ұзамай жолым болып Астанаға тұрмысқа шықтым. Бұрынғы өмірімнің шет жағасын жолдасым біледі, бірақ бәрін емес енді. Маған, сенің маған дейінгі өмірің қызық емес, менімен адал болсаң болды деген жолдасымды Алланың өзі маған жібергенде. Қазір 3 балам бар, Аллаға шүкір. Жақында жаңа жыл қарсаңында Расул менің инстаграмыма мені толық кешіргенін айтып, отбасы бар екенін, кішкентай баласы бар екенін жазғанда қуанып кеттім. Солай бір-бірімізге бақыт тіледік. Арқамнан жүк түскендей өзімді өте бақытты сезіндім. Құдіреті шексіз Алланың маған берген, өмірімді бір түзу жолға салуға мүмкіндік бергеніне мыңда бір шүкір. Қандай жаман жолдан өтсем де, сол жолды өзіме қабылдадым. Сол жолдан өтіп, маған есею қажет болған шығар. Сіздерге айтарым, құрметті аналар, балаларыңызда қыз болсын, ұл болсын, қараусыз қалдырмаңыздар. Ешкімге сеніп тапсырмаңыздар. Балаңыздың мінезіне, жан айқайына құлақ түре біліңіздер. Балалық шақтың бақытсыздығы есейгенде көп қателіктерге ұрындырады. Қорқақтық, өзіне сенімсіздік, өзін бағаламау, жақсы көрмеу, ойын ашық айта алмау
тағысын тағы сезімдерге әкеп соқтырады. Сондықтан менің осы жазғанымнан жас қыздар, аналар ой түйсе екен деймін. Осымен кейіпкер сөзін аяқтады. Кейіпкерге шын жүректен баянды бақыт тілеймін.